Кайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қолжетімді заттардан жасалатын сырты қытырлақ, іші үгілмелі, өте дәмді қарлы бауырсақпен күнжутты шарикті жасап көрсетемін. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Рецепті ұнаса лайк басып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Керек кезде мені таппай қалмас үшін дәл қазір каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен күнжутты шарикті жасаймын. Ол үшін 300 грамм ұнға 120 грамм қантты және жарты шай қасық қамыр қопсытқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін 50 грамм май мен 2 тал жұмыртқаны қосып, араластыра отырып, қолға жабыспайтындай өте үгілмелі, елеген кезде оңай ажырап қалатын қамырды дайындап аламыз. Қамырға қажетті заттардың барлығын массасымен алдым. Сұйық заттарды да массасымен алынды. Сіздер де осы мөлшерде жасасаңыздар, тура мен жасағандай үгілмелі, қытырлақ болып шығады. Достар, мен бұл каналда сіздерге тек сәтті шыққан рецептлерді ұсынамын. Өзімді және де жасап көруші сіздерді ұятқа қалдырмайтындай, жеген адамдар рахаттанып жейтіндей болуы керек. Бұл менің алға қойған мақсатым. Осындай мақсатпен сіздер үшін жұмыс жасайтын каналдың дамуына сіздердің қолдауларыңыз күш береді. Рецепті ұнаса лайк басыңыздар, құнды пікірлеріңізді қалдырыңыздар. 20 минуттан соң осы қамырды алып, бейнеде көрсетілгендей немесе өзіңізге ыңғайлы болатындай етіп, бөдене жұмыртқасының үлкендігіндей кішкентай шариктерді жасаймыз. Енді осы домалақталған қамырлардың сыртына күнжутты жабыстырамыз. Ол үшін қамырды азырақ су жағып дымқылдаймыз. Күнжутты жабыстырып болғаннан кейін де бейнеде көрсетілгендей алақанымызға салып уқалап, қамыр мен күнжутты толықтай жабыстырамыз. Ыстық майға түскен кезде ажырап кетпейтін болады. Мінекей шариктерді жасап болдық. Көріп отырғандарыңыздай жасалуы өте оңай. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Дайын болған шариктерді орташа қызып тұрған майға салып қуырып аламыз. Қатты қызған майға салмаңыздар, себебі ортасы піспей қалуы мүмкін. Түбінде батып жатқан кезде бірден араластырмаймыз. Бетіне шыққаннан кейін ақырындап араластырып, сыртының толықтай қызарып пісуін қадағалаймыз. Қазанның астындағы отты да жайлап қоямыз. Шамамен 3-4 минутта пісіп шығатын болады. Мінекей өте әдемі болып қызарып пісіп шықты. Иісі деген өте керемет. Енді міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Майға қуырылған күнжуттың иісі деген мұрын жарып тұр, түрі де тәбетіңізді ашады. Бұның тағы бір атауы белгілі бір смайликпен қатысты. Егер оны тауып жатсаңыз, комментарийға жазып қалдырыңыз. Сырты қытырлап тұрғанымен, іші өте үгілмелі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге кеңес беремін жасауға. Ал ендігі кезекте біз қараланы жасайтын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін өткізбей көріңіздер. Өздеріңізге керекті болған ақпаратты өткізіп алмаңыздар. Қараланың қамырын дайындау үшін 500 грамм ұнға жарты шай қасық қамыр қопсытқышты немесе соданы қосып жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 1 шай қасық аштығы мен 1 тал жұмыртқаны және де 100 грамм майды құйып, 200 грамм жылы сумен жұмсақ қамыр илейміз. Қажетті заттардың барлығы массасымен алынды. Сіздерге де сондай массада алуға кеңес беремін. Сонда тура менікі сияқты қамыр пайда болады. Қамырды әбден жақсылап басып, иін қандырып илейміз. Содан кейін ыдысқа салып, бетін жауып, 1 сағатқа ашытып қоямыз. Мінекей 1 сағаттан кейін қамырдың көлемі 2 есеге үлкейген. Енді оны жақсылап басып, ішіндегі ауасын шығарып тастаймыз да, бейнеде көрсетілгенде 2 кішкентай және 1 үлкен бөлікке бөліп аламыз. Әр бөлікті домалақтап, күлше жасап қоямыз. 150 грамм қантты жаңағы ең үлкен бөлік қамырға бейнеде көрсетілгендей етіп басып, илеп, қантты толығымен қамырға сіңіреміз. Өте жабыспақ, қолға жұмсақ қамыр пайда болады. Қалған 2 бөлік кішкентай қамырды да бірдей көлемде және бірдей қалыңдықта жайып дайындаймыз. Бірдей көлемде жайылған 2 қамырдың бетіне азырақ су жағып, қантқа басылған қамырды бір тегіс етіп, қолымыздың көмегімен жазып орналастырып шығамыз. Қантқа басылған қамырды орналастырып болғаннан кейін 3-ші жұқа қамырды да оның бетіне қойып, жақсылап басып, жабыстырып, оқтаудың көмегімен жұқартамыз. Содан кейін бірдей бөліктерге бөліп, қолымыздың көмегімен бейнеде көрсетілгендей формаға келтіріп, қараланы жасайтын боламыз.
Бірдей бөліктерге бөлінген қамырды алып, қолымыздың көмегімен бейнеде көрсетілгендей бір немесе екі рет бұрап, қараланың формасын келтіреміз. Немесе өзіңізге ұнаған формаға келтірсеңіз де болады. Мінекей қараланың формасын келтіріп жасап алдық. Енді оны орташа қызып тұрған майға салып, екі жақ беті қызарғанша 3-4 минут шамасында қуырып пісіріп аламыз. Бірден қатты қызып тұрған майға салмаймыз, себебі ортасы шикі болып қалады. Рецепті ұнаса, басқа да әлеуметтік желілер арқылы жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіздер. Бұл сіздердің менің каналымның дамуына қосқан үлкен үлестеріңіз болып саналады. Мінекей қарала өте әдемі болып пісіп шықты. Сырты қытырлақ, іші өгітіліп, әдемі болып тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Рецепті ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды да ұмытпаңыздар. Мен үшін бөлген алтын уақыттарыңыз үшін рахмет. Келесі бейнеде жүздескенше.